Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар сәбіз салаты, тауықтың еті, қызанақ, қияр, майонез, кетчуп керек болады. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, тауықтың етін қуырып аламыз. Тұз салып, жақсылап қуырып аламыз. Дайын болған тауықтың етін майдалап турап аламыз. Енді ішіне салатын фрейімізді дайындап аламыз. Үкіштен өткізіп аламыз. Немесе қолмен турасаңыздар да болады. Картофелімізді үкіштен өткізіп болдық. Енді үстіне крахмалымызды саламыз. Крахмалды мен жұмсақ болу үшін салдым. Содан соң тұзымызды салып, үстіне суымызды құйып 15 минутқа қоямыз. Енді картофелімізді құрғатып аламыз. Суымызды төгіп тастап, матамыздың үстіне жайып, суымызды сырғып аламыз. Қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Өте жұмсақ болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Қызанақ пен қиярымызды өздеріңіздің қалауларыңызша турасаңыз болады. Барлығын тура пісіріп алдық. Сәбіз салатында YouTube каналынан қарай аласыздар. Лавашты үй жағдайында пісіріп алдым. Оны да YouTube каналыма салатын боламын. Видеода көрсетілгендей майонезіміз бен кетчупымызды жағып аламыз. Ол қамырдың жұмсақ болуына көмектеседі. Енді барлығын видеода көрсетілгендей біртіндеп салатын боламыз. Лавашымызды үлкендеу қылып жасасаңыздар да болады. Менде қазан кішкентай болғандықтан осылайша кішкентай қылып жасадым. Үй жағдайында ең дәмді болып шығатын донеріміз дайын болды. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.